Әулет құпиясы 4-ші бөлімнің басында түсініксіз оқиғалар болады. Барлығы ауруханада әкесінің жағдайымен айналысып, әкесінің біреу қасақана жарақаттаған. Оған кім жасады деп және оның кішкене Доғанның қарындасы Мелектен көріп жатады. Доған болса Бехрамнан көріп жатыр. Соның ісі деп алында Синанда барлығы іздестіріп, яғни Мелек қашып кетеді. Негізі қашпайды, оны арнайы ұрлап кетеді. Әрине ол Синан еді. Бұл жерде барлығына түсініксіз ой беріп қояды. Тахир мырзаны кім өлтірген туралы. Не Бехрам немесе оның қызы бір күн бұрын осындай өзін бақытты көрсеткісі келген кезде Тахир, яғни әкесі келеді. Содан кейін қыз үнсіз жылап қалады. Осы кезде ойымша осы әпкесі жарақаттаған болу керек, өйткені бұл жүкті еді. Әкесі сол жүктілікті біліп қойған секілді. Одан кейін кеше ғана әкесін өлтірем деп жүрген бұл Синан үлкен ұлы, өйткені әкесінің тағына таласып жатыр. Ол қарындасы жұбатып, бәрі жақсы болады еді. Ал мұнда Шагала ағасына қайта-қайта звондайды. Әрине оның ағасы Бехрам, туған ағасы емес, нағашы ағасы деп алдап жүр. Шагала соған сеніп жүр. Доған екеуі бір-бірін әлі де түсініспей жатыр. Доған қарындасының ешқандай қылмысы жоқ екенін мойындаса, Шагала өзінің ағасы Бехрамның қылмысқа қатысы жоқ дейді. Осы кезде Доған ашуланып бір жедел жәрдемнің ізінен қуады. Ал мұнда Синанның әйелі өзінің інісі, яғни болашақ күйеу бала болғысы келетін. Одан есеп алып жатыр. Сен ғой менің әкемді өлтірген. Тахир мырзаны сен өлтірдің ба? Енді олардың ұлы сенің жайыңды қалдырмайды дейді. Алайда ол да емес еді. Ал мұнда жедел жәрдем көлігінде жеткен кезде қыз басқа жақта. Осы бір әшкеге келген албастының қолында екен. Бұл албасты қазір біртүрлі нәрселер жасайды. Ал мұнда Бехрам ол алдына өзінің адамдарын Доған сүйреп әкелді. Қане айт, Мелек қайда? Менің қарындасымды қайда тығып отырсың дейді. Осы кезде Шагала да оның артынан келеді. Сен неге келдің, адвокат? Бар шық, сыртқа шығып тұр деп айтса да, Шагала ешқайда кетпеді. Осы кезде көз алдында Бехрамды тұншықтырып, оны өлтіріп жіберуге де болатынын айтып, кәдімгідей Доған сес көрсетті. Шагала мұндай нәрседен қатты қорқып, не істерін білмей, тіпті жылап жіберді. Қылмыс әлемінде бірінші орында және алаяқ Бехрам болса, Шагаланы көндіріп, Олег, мен ешқашан еш уақытта ұрламадым, оны жасаған өзінің ағасы Синан дейді. Осы кезде Синан екеуінің арасында келісім шарт бар. Әлі де Тахирдің кім өлтіргені, кім жарақаттағаны белгісіз. Тахир әзірге аман. Ал мұнда тек бұйрықты орындаған, яғни Мелекті алып кеткен ол Бехрам еді. Ал мұнда Шагала қатты уайымдап жылайды, өйткені 10 жыл бұрын мәйітханадан анасының денесін ала алмай, тіпті әпкесінде бұл аурухана шығармайды. Ақшасы жетпеген, қиналып кеткен Шагаланы көмекке Бехрам артынан келіп, мен сенің нағашы ағаң боламын, анаң айтпады ма деп Шагаланы әбден сыртынан өтірік айтып сендіріп қояды. Осыдан кейін Шагала осы бір ағасының арқасында өмірде адвокат болғанын білеміз. Содан кейін ағасы осы Бехрам үшін жанталасып, барлығын жасауға келісті. Ал мұнда Синанға звондап өзінің Мелекті ұрлағанын Доған біліп қойғанын айтты. Ал мына албасты бұл қызға су беремін деп және өзімен төсекке жатуын өтінді. Көптеген жұртшылық Тахир мырзаға алаңдап, оны істеген адамды табамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп тұрған кезде Синан сытылып қашып кетті. Өйткені ол Доғаннан қатты қорқады. Доған Синаннан сұрақ алуға келген. Жалғасы бар.